Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Барлық мақтау Аллаға, пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Иншалла біздің Алла жазса таңдалатын тақырыптардың барлығы иншалла Құран қиссаларына байланысты. Жалпы Құран қиссалары негізі үшке бөлінеді. Бірінші бұл пайғамбарлардың қиссалары айтылады. Ол сонауға Адам атадан бастап Ибрахим 25 пайғамбардың есімі аталғанын біз Құранда білеміз. Және бұл жерде одан да көп пайғамбарлар болғандығын пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде жеткендей әр қауымға Алла тағала елші жібергендігін баян етеді. Ендеше бірінші қиссаның Құранда баяндалған қиссалардың түрі ол пайғамбарларға байланысты. Екінші қиссалардың түрі ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі оқиғаларға байланысты қиссалар бар. Қисса деген жалпы әңгіме, сол болған оқиғаны бізге жеткізіп баяндау дегенді білдіреді. Соның ішінде мысалы Бәдір шайқасы туралы, Ухуд туралы, Хунейн, білесіздер, пайғамбарымыздың кезінде сахабалармен болған оқиғаларда қисса ретінде Ахзаб сүресінде тағы да бірнеше сүрелерде баяндалады. Және соның ішінде Алла жазса біздің таңдалып өрбітетін тақырыбымызды ол қиссалар пайғамбарымызға дейінгі пайғамбарлардың заманында орын алған оқиғалар. Оның ішінде жаңағы үңгір иелері, мысалы бақша иелері, шамамен Құранда 30-дан артық қисса айтылған. Бұл жердегі ол пайғамбарлармен байланыстысы бар, бірақ пайғамбарлармен байланысты еместері бар. Жалпы Құран қиссалары немен ерекшеленеді? Біріншіден, кез келген тарихта, мысалы қазақта бір сөз бар, қазаншы қазанның құлағын қайдан шығарам десе өзі біледі дейді. Жазық тарихты жазушы адам мысалы әртүрлі не істеуі мүмкін, өзгертіп жіберуі мүмкін. Бірақ Құранның ерекшелігі «Уаман астақу миналлахи хадиса» деген Құранның аяты бар. Яғни Алладан артық кімнің сөзі дұрыс болуы мүмкін дейді. Яғни ең дұрыс тарих айталған болса, ең дұрыс оқиға, ең дұрыс шын қисса ол Алланың таңдаған сөзі. Бірақ басқа тарихшыларда әртүрлі жағдай не болуы мүмкін, яғни оқиғаны әсерлетіп немесе бұрмалау кездесуі мүмкін. Құранда Алла тағала Бақара сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи дейді. Алиф лам мим үш әріптен құралған бұл сондай кітап, ла райба фи, ол кітапта күмән жоқ дейді. Яғни шындық екені, ақиқат екенде ешқандай күмән жоқ. Құранда осы қараңыздар, өмірде көптеген оқиғалар болды, көптеген қиссалар болды. Бірақ Алла тағала сол қиссалардың ішіндегі нахну нақуссу алейка ахсанал қасаса деген Құранда Юсуф сүресінде айтады. Біз саған қиссалардың ішіндегі ең көркемін баян етеміз дейді. Ендеше Құранның ішінде Алла тағаланың құдіретті күшті Раббымыздың таңдаған қиссалары ең шын қисса және ең мағынасы зор қисса болып есептелінеді. Оның біз осы сабақтарға кіріспес бұрын біз осыны білуіміз керек. Кез келген жаңағы оқиғалар әртүрлі болуы мүмкін, бірақ Алланың жеткізген Құранда келтірген қиссасы ол ең шын қисса болып есептенеді. Және одан кейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айтқан, жеткізген қиссалары. Мысалы Алла тағала Құранда Нәжм сүресінде айтады, жаңағы «Уан нәжми иза хауа» деп басталады, «Ма янтиқу анил хауа» дейді. Шындығында пайғамбар ауадағы нәрсені айтпайды дейді. «Ин хуа илля вахюн юха» дейді. Егер пайғамбар айтқан болса, ол Алладан келген уахиді сендерге жеткізеді дейді. Қараңыздар. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның да айтқан сөзін Алла тағала не істеп, шындық екенін Құранның аятында қуаттап отыр. Ал енді Алланың сөзі ең жоғары болып тұрады. Ендеше Құран қиссаларының ерекшелігі ол шын қисса, нақты болған оқиға болып есептенеді. Кейін Құран жаңағы қиссаларының ерекшелігі ол мысалы басқа кітаптардай тізбек-тізбегімен келмеуі мүмкін. Мысалы бір қиссаның басы
бір жерде болуы мүмкін, болмаса бір жерде кішкентай ғана жаңағы қозғалып кетуі мүмкін, бірақ басқа сүреде ол кеңінен айтылады. Мысалы, Мұса алейхиссаламның мысалы жүз амманың ішінде қарайтын болсаңыз, Мұса сухуфи Ибрахима ва Муса деп келеді мысалы, Ибрахим мен Мұсаның парақтары деген Мұсалардың, Ибрахимнің есімдері аталады. Бірақ олар туралы толық үлкен жаңағы оқиғалар Қасас мысалы сүрелерінде баяндалады. Сондықтан да бұл Құран сондай бір жаңа ретімен емес, ол өзінің орналасуында үлкен мағына жатқандығын білеміз. Біз мысалы ең бірінші Құранды ашқан кезде Фатиха сүресі біздің көз алдымызға келеді. Бірақ ең бірінші түскен аят Фатиха ма? Жоқ, Алақ сүресі. Иқра бисми роббикаллази халақ. Бұны осылай таңдалып қойылуы ол Алла тағаланың қалауы, Алла тағаланың әмірімен болды. Біз осыған бойсынамыз, жаңағы Алла тағала қалай түсірді, солай бойсынып осыған еретін боламыз. Енді Құран қиссаларының оның үлкен жалпы пайдалары бар, адамның өмірінде беретін пайдалары. Бірінші, біз Құрандағы болып жатқан қиссалар арқылы біз пайғамбарлардың миссияларын, пайғамбарлардың келудегі олардың мақсаттарын, олардың жолдарын түсінетін боламыз. Қалай өтті, қандай нәрселерден олар өтті, не нәрсеге шақырды, не үшін өмір сүрді, өмірдің мақсаты мен мәнін, жаңа халыққа деген олардың қызметтерін, олар қандай адам, нақты үлгі болғандығын осы біз Құран қиссалары арқылы, олардың жүріс-тұрыстарын бізге Алла тағаланың баян етуі арқылы біз оларды не істейтін боламыз, түсінетін боламыз. Келесі, бұл қиссалардың пайдасы, Алла тағала мынандай бір Құранда аятта айтады: «Ва куллан нақуссу алейка мин анбаир русул» дейді. Біз саған пайғамбарлардың хабарын жеткіземіз дейді. «Ма нусаббиту бихи фуадак», сенің жүрегіңді орнықтыру үшін дейді. Қараңыздар, біз саған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтады, пайғамбарлардың өмір баяндарын жеткіземіз, айтамыз болған олардың жағдайларын, сенің жүрегіңді не істеу үшін дейді, орнықтыру үшін дейді. Қараңыздар, кейбір кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға мысалы не істеді? Хаббаб бин Арат деген сахаба, қатты мүшриктер оны қинаған кезде пайғамбарымызға жылап келеді. Жылап келеді: «Ей Алланың елшісі, мәтә насрулла, Алланың жеңісі қашан келеді, көмегі қашан келеді» деген. Сонда пайғамбарымыз басқа жаңағы қауымдарды, өзіне дейінгі қауымдардың жағдайын айтады. Сендерден бұрын сондай қауым болған дейді. Олардың еті мен сүйегін бір-бірінен естеді, мынау жұлғыштармен бір-бірін айырды дейді, немесе арамен кескіледі дейді. Бірақ оларды сол қинаулары діндерінен естемеді, алыстатпады, діндерінен шығармады дейді. «Валакиннакум тастажилун», ал сендер болсаңдар асығасыңдар дейді. Яғни сол хабарларды естіген кезде, аналарға қараған кезде біздің жағдайымыз жеңілдеу екен ғой деп не істейтін болған? Жүректер орнығатын болған. Сол сияқты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға да Алла тағала осындай қиналған, немесе сыналған пайғамбарларды не істейді? Көріп, естіп, жаңағы олардың жағдайы сондай қиын болған екен ғой деп, олар да сыналған екен ғой. Ендеше осы жолда болғандардың барлығы Алланың алдында сыналады екен ғой деп, жүрегі не істейтін болған? Орнығатын болған. Мысалы, ислам медицинасы дамыған кезде, мысалы бір аяғынан айырылған адам болатын болса, сол адамды екі аяқ жоқ адамның жанына бір бөлмеге қояды екен. Сонда анау бір аяғынан айырылған адам екі аяғы жоқ адамды көріп не істейді екен? Тәуба шүкір, менің бір аяғым бар екен ғой деп не істейтін болған? Соған қарап жүрегін орнықтыратын болған. Сондықтан да бұл Құран қиссаларының да жаңағы бізге берер пайдасы, бізге дейін Алла тағаланың сүйікті құлдарының да басына үлкен сынақтар келгендігі, немесе олар да сыналғандығы, оған қарағанда деп жүрегімізді жұбату үшін біздің жүрегімізді бұл қиссалардың барлығы не істейді? Орнып жүрегімізді Алланың сөзіне орнықтырады екен. Және Құран қиссаларының әрқайсысында ғибрат болады. Ғибрат деген не? Алла тағала сол жаңағы мыңдаған, миллиардтаған мысалы қиссалары болатын болса, соның ішінде 30-ға жуығы Құранда тізілген. Ендеше Алла тағаланың таңдаған қиссаларының артында сабақтар бар екен. Сіздер мен біздерге сабақтар бар екендігін біз білуіміз керек. Яғни сол болған оқиға
ол сол жерде болған ғана емес, сол болған оқиға, Алла тағала бізге баян еткен қисса біздің қазіргі мынау ғұмырымызға, өмірімізге де пайдасын береді екенін біз білуіміз керек. Міне сондай рухпен біз осы қиссалар тыңдауымыз керек. Қазір бір кішкентай ғана оқиға болуы мүмкін, бірақ сондай жаңа болған жағдай бүгінгі күнімізге де, бүгінгі өмірімізге де пайдасын, қызметін береді. Мысалы, Алла тағала «Уазаннуни захаба муғадибан» деп бастайды. Мысалы, жаңағы Юнус алейхиссалам өзінің қауымын тастап, Алланың әмірін күтпей, не істейді? Кетіп қалады. Қатты қиналып, қауымы бойсұнбаған кезде. Сонда ақыры оны балық жұтады, үш қараңғылықтың астында болады, сөйтіп өзінің қателескенін біліп, «Инни кунту миназ залимин». Алла тағала, сен пәксің, мен өз-өзіме зұлымдық жасадым деп дұға қылады. Алла тағала «Фастажабна лаху» дейді. Сол кезде біз Юнустың дұғасын қабыл еттік дейді. «Фаанжайна минал ғамми». Және біз оны судың тереңінен біз оны құтқардық дейді. Деп келетті аяттың соңында «Уаказалика нунжил муъминин» дейді. Дәл осылай біз мүминдерді де құтқарамыз дейді. Қараңыздаршы, қателік жасағаннан кейін Алладан кешірім сұрап, мойындап, бас иіп, Алланы пәктеп, мен өз-өзіме зұлымдық жасадым десе, ондай мүминдерді де Алла тағала құтқарам деп тұр. «Уаказалика нунжил», нунжил деген бұл фиълул мударих дейді, осы күнгі. Яғни біз солай мүминдерді де дәл сондай құтқара береміз. Бұл қияметке дейін жалғаса береді деген сөз. Сондықтан да кез келген қисса, ендеше болған оқиғалар, ол күні бүгінгі дейін, бүгінгі күнімізге дейін ол несін береді екен, пайдасын береді екен. Ендеше бисмиллахи деп біз Алла жазса, мынау ең бірінші қисса, мынау Бақара сүресі, білесіздер, Құрандағы ең үлкен сүре, Бақара сүресі болып саналады. Сол Бақара сүресінің негізгі атауы, Бақара деген, бұл сиыр деген сөз. Бірақ мысалы бұл жаңағы ең үлкен сүренің өзі тек қана сиыр туралы айтылған аят бір 7-8 ғана аят қана бар. Бұның ішінде Бақара сүресінде көптеген мәселелер айтылады. Білесіздер, әлиф лам мим бастайды, кейін ақыры жаңағы аятында жаңағы бір-біріне сауда саттықта жазыңдар деген сияқты сөйтіп келіп, ақыры әмана расулмен естелінеді, бітеді. Соның ішінде 7-8 ғана аят осы Бақара туралы, сиыр туралы айтылады. Сол оқиғаның келуімен бір үлкен сүренің атын Алла тағала не істеді? Таңдады, атады. Түсіндіңіздер ме? Ендеше бұл Бақара деген сүренің атауы осы оқиғаға байланысты болып отыр. Бірінші Құран аятты біз оқиық. Алла тағала Құранда айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва из қала Муса ли қаумихи инналлаха я'мурукум ан тазбаху бақара. Қалу ататтахизуна хузуа. Қала а'узу биллахи ан акуна минал джахилин». Деп басталады. Сол сәтте дейді, Муса өзінің қауымына айтты дейді: «Инналлаха я'мурукум ан тазбаху бақара». Алла тағала сендерге бақараны, сиырды союды әмір етті дейді. Олар айтты: «Ататтахизуна хузуа». Бізді қалжыңға айналдырып тұрсың ба деді. «Қала а'узу биллахи ан акуна минал джахилин». Надан болудан мен Аллаға сиынамын деп айтты дейді. Яғни мен қалжыңдап тұрған жоқпын, надан болудан Аллаға сиынамын деп айтты дейді. «Қолу ду'улана роббака юбайиллана махия». Одан кейін айтты, олар: «Раббыңнан сен сұра, ол қандай сиыр екен?» деп. «Қала иннаху яқулу иннаха бақаратун ла фариду ва ла бикрун аванун байна залик». Ол сондай сиыр, кәріда, жаста емес, соның ортасындағы орналасқан жаста дейді. «Фафаулу ма ту'марун». Әмір еткен нәрсені орындаңдар деп айтты дейді. Енді осылай жаңағы баяндалатын 8 аят желісі кете береді. Бұл жердегі
мағына Бәну Исраил деген Исраил ұрпақтары, бұл Яқуб алейхиссаламның балалары болып есептенеді. Жалпы Исраил деген ел деген Алла, жаңағы Алланың құлдары деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни сол кездегі тілмен есептеген кезде. Аспат дейді. Бұлардың барлығы жаңа Яқуб алейхиссаламның балалары. Яғни Бәну Исраилдің кезінде оларға пайғамбар болып Муса алейхиссалам жіберілген болатын. Күндердің бір күнде Мұсаға келіп айтты деді ғой. Қандай мәселе? Мұса алейхиссалам бірден бұл жердегі оқиға, Алла тағала сендерге әмір етті сиырды союды деп айтады. Бұған дейінгі мәселе Бәну Исраил ұрпақтарынан бір адамның өлтірілгенін хабары келеді. Бірақ екі Бәну Исраилдің ұрпақтарының арасында әркім сол жерде, мысалы, ру сияқты болып, әрбір жерде тұрып жатыр. Барлығы бірінші Яқубтың балалары, бірақ халық болып кеткен. Соның бір бөлігінде, мысалы, Аус пен Хазраж деген екі ру болатын болса, сол барлығы тегі бір болғанмен, сол жерде бөлініп кеткен. Соның біреуінен бір адам өлтіріліп отыр, бірақ кім өлтіргенін ешкім білмейді. Сөйтіп, Бәну Исраилдің ұрпақтары пайғамбарға кеп жүгініп отыр. Олар мойындайды Мұса алейхиссаламның Алла тағаладан келген пайғамбар екендігін. Сен, ей Мұса дейді, Раббыңнан сұрашы деп, кім оны өлтірген екен? Бұл жаңағы адамды, өлген адамды. Яғни сондай мағынамен. Кейін Мұса алейхиссалам Алла тағалаға жалбарынып сұраған кезде, Алла тағала осы әмірді айтады. Олар не істесін? Сиырды сойсын, себеп сол сиырмен, етімен сол өлікті ұрған кезде өлік тіріліп, оның өзін кім өлтіргендігін баян ету керек. Мәселе осында болып тұр. Сөйтіп, жаңағы адамдар келіп Бәну Исраилға айтты, шындығында біз бұның кім өлтіргендігін білмейміз, сен Алланың елшісісің, ендеше Алладан сұра, бізге бұның себебін кім өлтіргендігін айтсын деп. Бұл өлтірілген адам кім болған? Бұл кезде Алла тағала жалпы Қасасул Құранда, Құранның қиссаларында екі баланың өмірі туралы айтылады бұл жерде. Бірінші ізгі бала, екіншісі ізгі емес, жасынан күннаға жақын болған. Иннан нафса ла аммаратун бису дейді. Шындығында нәпсі жаңа жамандыққа итеруші дейді. Біз ізгі баланы, иншалла, ол кім болғандығын Алласы Құранның соңғы аяттарында біз баян етеміз. Бірінші мына бала. Бұл бала бір жаңа кедей шаңырақта тұратын болған. Оның нағашысы бай және нағашысының қызы болады. Сөйтіп, нағашысы әкесі өлгеннен кейін сол жетім балаға көмектесіп отыратын болған. Дүниесімен, байлығымен. Сөйтіп, бала бірақ қанағаттанбайды. Бұл маған жеткіліксіз деп. Сөйтіп, шайтан оған ой салады, мынау нағашымды өлтіріп, сосын жалғыз қызына үйленіп, анау байлықтың барлығын иемденем деп ойлайды. Кейін осы жоспардың жүзеге асуына әртүрлі ойлар келеді. Қалай? Ол жерде Мұса алейхиссаламның кезіндегі шариғатта да, егер бір адамды өлтірсе, екінші адамды да өлтіретін болған. Сондықтан да бұл жерде егер біліп біреу көріп қоятын болса, онда өзі де өліп кетуі мүмкін. Содан кейін не істерін білмей, әр ойланады, бері ойланады. Сол күндердің бір күні ой келеді, айтады, нағашысына келіп айтады. Нағашым осындай, мен жаңа көрші Бәни Исраилдің ұрпақтары ғой, көрші елді мекенде бір сауда жасайын деп едім дейді. Сол сауданы жасайын десем, мені кішкентайсың деп, маған сенің кіремей тұр. Соған сіз кепіл болып, ағам ретінде, жаңа бауырымыз ретінде, анамның бауыр ретінде менімен еріп барыңызшы дейді. Сөйтіп, алдап, нағашысын өзінің елді мекенінен алып шығып, көрші елді мекенге бет бұрады. Сол кезде де екі елдің арасында бұрын кішкене түсінбеушіліктер, қақтығыстар болып тұрады екен. Не үшін істеп тұр, бұл бала ойлап тұр, егер де мен мынау елді мекеннің жанында оны өлтіретін болсам, ел шулайды ғой, шулаған кезде кім өлтіруі мүмкін деген кезде, бізбен жауласып жүрген пәленше ел деген сияқты. Сол жерде менен күмән кетеді дейді. Сөйтіп, нағашысын әкеліп, жолда келе жатқан кезде ақыры нағашысын өлтіреді. Бірақ бұл оқиғаның басы осылай бастады. Өлік адам
табылды, бірақ өлтірген, яғни кісі қолынан өлгені көрініп тұр. Таспен ұрды ма, басқа бір нәрсемен ұрды ма, бірақ кім өлтіргені белгісіз. Ол жерде ешқандай ондай зерттейтін ғылым жоқ. Сөйтіп екі ел бір-бірімен ұрысып, жаңағыдай соғысқа барайын деп жатқан кезде, сол кездегі Аспад, жаңа Бәни Исраилдің үлкендері, ақылдылар айтады: пайғамбар бар емес пе? Біз Мұсадан сұрайық. Ол кәлләм Аллаху Муса тәклима, Алламен сөйлескен. Содан сұрайық, бізге ол хабарын айтсын деп, Бәни Исраилдің ұрпақтары жиылады. Бірақ сол қауымның, Бәни Исраилдің қауымдарының үлкен келеңсіздіктері, проблемалары. Бұлар Мұса алейхиссалам оларды ана үлкен неден алып шыққаннан кейін де олар не істеді? Бұзауға табынып кеткен білеміз, е? Бұзау. Бұл жердегі сиырдың неге таңдалып отырғанын Алла тағаланың қазір иншалла оны да кішкене баян етеміз. Неге сиырды Алла тағала таңдап, соны бауыздауды әмір етіп отыр? Олар, Бәну Исраилдің ұрпақтары, сол кездері, соның алдында да Мұса алейхиссалам қанша нетіп жасады, олар бұзауға табынып, одан кейін қайтарылып, білесіздер, жаңа Харунның арасындағы болған оқиғаларда, осындай үлкен жағдайларда болған. Мұса алейхиссалам қашып келе жатқан кезде, артынан Фирғауын қуып келе жатқан кезде, теңізге барып тіреледі. Сонда иннаху мудракун деген сөзді айтады. Және Бәни Исраилдің ұрпақтары, Исраилдің балалары айтады: бітті, біздің баратын алдымыз теңіз, артымызда Фирғауынның әскері. Бітті, иннаху мудракун. Олардың барлығы бізді қуып жетті. Енді өлеміз осы жерде дейді. Сонда Мұса алейхиссалам мынандай сөзді айтады: кәллә дейді. Жоқ, олай емес дейді. Мa'я робби саяхтин дейді. Раббым менімен бірге ол жолын көрсетеді дейді. Қараңыздар, Құранның сырларын қараңыздар. Сонда Мұса алейхиссалам жоқ, Раббымыз бізбен бірге деп айтпағанда, менімен бірге деген. Ма'i деген менімен бірге деген. Раббым менімен бірге ол жолын көрсетеді дейді. Егер де бізбен десе, олар одан кейінді табынып кетпес еді. Түсіндіңіздер ме? Алла та ма'iятулла деген, Алла бірге болған құл, ол адаспайды деген сөз. Сонда бұл жердегі Бәни Исраилдің проблемалары сол жерде де Мұса алейхиссалам не істеді? Раббым менімен бірге ол жолын көрсетеді деп айтқан дейді. Сонда Бәни Исраилдің ол жаңағы мұғжизаны өткеннен кейінді олар Алла тағаланың құдіретін жерге тастап, сондай бір жаңа ширкке кетіп қоятындығын сол кезде білінген. Сол кезде Бәну Исраилдің жүрегінде де пайғамбарға деген мазақ қылу, оны келемеждеу деген сияқты. Мына жердегі аяттарда айтады: қолу уду лана роббака. Біз үшін Раббыңнан сұра деп айтты дейді. Раббымыз деген сөзді қолданбайды да. Қараңыздаршы, олар Раббыңнан сұра деп. Соның өзі кішкене мазақ қылудың несі жатыр ішінде. Жаңа Раббыңнан сұра деуінің өздерінде, сөздің мағынасының өзінде оларда не бар? Ендеше бұл нәрсені біз Мұсадан сұрайық, біліп ала қойық, кімнің өлтірген? Пайғамбар болса айту керек қой ол деп, ана жерде әртүрлі жаңа шынайы пайғамбар болса, міне енді сыналады деген сияқты қазір әртүрлі олардың арасында да жүректерінде кірбеңі бар адамдар болған. Сонда Алла тағала дейді, бұл жерде жаңа тәфсірлерде ғұламалар айтады: бірден Жәбірейілді жіберіп айта қоюға болушы еді дейді, кім оны өлтіргендігін. Оған құдіреті жетеді ғой, Алла тағаланың жетеді. Бірақ Алла тағала бақараны таңдады дейді, жаңа сиырды таңдады дейді. Біріншіден жаңағы сол сиырды кім сою керек? Солар өздері қолымен сою. Ақиқат керек пе сендерге? Жақсы, сол табылатын сиырды, Алла айтқан сиырды сендер өз қолдарыңмен сойыңдар. Мысалы, яғни қарай, егер де олар Құдай табынып отса, сондай арасында кішкене күмәні болып отырған болса, ол қалай бұл жерге не жаңағындай қолы баратындай мәселе. Сондықтан да сиыр не ол? Ол Алла тағаланың жаратқан жаратылысы. Енді Алла тағала бір-ақ ауыз сөзбен сиырды сой деген кезде, олар кез келген бір сиырды сойса, онда бітті. Сол сиырдың бір жаңа бөлік етін алып, сол өлген адамды ұрса, сол тіріліп айтар еді. Бірақ олар қолу ду'лана, ей Раббыңа айт дейді. Ол қандай сиыр екенін айтсын дейді. Қола иннаху яқулу. Сонда Алла тағаладан қайтадан ол сұрайды. Сонда айтады: Алла тағала айтты, шындығында ол кәрі де емес, жас та емес. Енді қараңыздар, олар сөздерімен мазақ қылып қиындатып жатыр ма? Алла тағала да оларға сол жағдайды, мәселені не істеп жатыр? Қиындатып жатыр. Не кәрі емес, не жас емес дейді. Ортасы. Яғни көптеген сиырлардың арасынан дәл сондай сиыр табу енді қиындай бастап жатыр. Сонда ауан фафалу ма туъмарун дейді.
Алла әмір еткен нәрсені орындаңдар дейді. Болды осымен, тоқта деген сияқты. Жаңа мақсатты анықтап ашу керек. Бұл негізгі себеп қана. Сонда қалу дуу лана роббака, Раббыңнан сұра дейді. Олар айтады. Юбаййир лана ма лаунуха, түсі қандай екен, соны айтсын дейді. Раббың дейді. Қала иннаху яқулу иннаха баққаратун сафра фақиру лаунуха тасуррун назирин. Ол сондай сиыр сап-сары, жаңа қараған адамдарды қуандыратындай, енді әдемі. Сол кезде қалу дуу лана роббака, тағы да айтты. Сұрақтарымен мазақ қылып жатыр. Алланың елшісін мазақ қылып жатыр. Қараңыздар. Сонда айтады, айт Раббыңа. Юбаййир лана ма хия иннал бақара ташабаха алейна ва инна иншааллаху ла мухтадун дейді. Ана ұқсас сиырлар көбейіп кетті дейді. Шындығында біз тура жолда боламыз, бізге дұрыстап айтсын дейді. Қайсы екендігін дейді. Қала иннаху яқулу иннаха бақаратун ла залулун тусирул арда ва ла тасқил харса мусалламатун ла шията фиха. Қала ал-ана жи'та бил хақ фадабахуха ва ма каду яфалун дейді. Ол сондай жаңағы сиыр деді. Енді одан сайын қорлық көрмеген дейді. Яғни қиналмаған сиыр болу керек. Және ешқандай соқа жыртпаған, жер жыртпаған, жаңағыдай пайдаланылмаған, сосын ешқандай дағы жоқ, сондай сиыр дейді. Ендеше өте бұл нәрсенің барлығы оларға қиындап кетті дейді. Фадабахуха дейді. Содан кейін олар ондай сиырды тапты, сосын оны сойды дейді. Уамакаду яфалун дейді. Олай жасамауға дейін барды олар деген мағынаны айтады. Енді дәл сондай сиыр табылған екен. Енді кімнен табылды деген сұрақ. Жоғарыда біз басында айттық, біз жетім қалған жаман баланың оқиғасын айттық. Осы қылмысты жасаған. Енді осы ешқандай қиындық көрмеген, не кәрі емес, не жас емес, соқа жыртпаған, теңбілі жоқ, сап-сары сиыр тек бірақ баланың үйінде болған екен. Ол да жетім бала екен. Сонда бұл жерде бұл жетім баланың әкесі болған. Әкесі салихтардан болған екен, ізгі адамдардан болған екен. Ешқандай баласына қалтыратын дүниесі болмаған, ешқандай жағдайы болмаған. Сөйтіп осы кішкентай ғана бұзау ғана болады. Сап-сары, әп-әдемі осы бұзау болады. Сонда өсиет қалдырып кетеді. Бұны өсіп, үлкеймейінше бұны сатып жібермеңдер дейді. Яғни өсіріп, құны өзінің денесінде алтын болмағанша дейін сенде сатпаңдар деп өсиет етіп кетеді. Сосын Алла Тағала дейді, ей Алла Тағала, мен баламды өзіңе тапсырдым дейді. Әстаудиука дейді. Мен баламды өзіңе тапсырдым деп, жетім баласына себебін тастайды, бұзауды, сап-сары бұзауды, Алладан дұға қылып дүниеден өткен екен. Сол бұзау өсіп, сиыр бола бастаған кезде көптеген адамдар ақшамен келеді екен. Қиналған ғой. Біз анасы бар, қиналады. Сонда айтады, бізге пәленше ақшаға мынау сиырларын сатыңдар деген кезде, жоқ, сатпайды, біз бұны сата алмаймыз дейді. Анасы айтады, баласына айтады, сатайық та, біз енді қиналдық қой, бұны сатып күн көрмесек басқаша біздің жағдайымыз жоқ, әкем өсиет етіп кетті ғой дейді. Құны көтеріліп кеткенге дейін сен оны сатпаңдар деп өсиет етіп кетті. Сол өсиетін баласы не істейді? Әкесінің алдында орындайды. Сөйтіп келіп, Алла Тағаланың сой деген сиыры баланың қолында болады. Сөйтіп, сол жердегі яһудилер олайды, анау жетім бала болды, кішкентай бір ақшаға сатып аламыз дейді. Ал бала, сиырының құны қанша? Сонда айтады, мынау сиырым қанша тартады, сонша алтын дейді. Ал керек болса, қараңыздар, қанша салмақ тартады, сонша алтын. Егер одан кішкене не болса, мен сатпаймын дейді. Оларға не істеп тұр? Алла Тағалаға ол пайғамбарға кеп айтты ғой. Енді орындамауға аналардың тәкаппарлығы жібермейді. Таңдалып уже табылып тұр. Бұдан басқа сиыр жоқ. Басқасын арзан алам десе, енді бітті, айтылып кетті барлығы. Сөйтіп өзінің үлкен сиырдың орта жастағы сиыр ғой енді бұлай. Соның денесі қанша келі алтын тартады, сонша келі алтын беріліп алды. Сөйтіп сойғаннан кейін Муса алейхиссалам бір бөлік етін алады да адамды ұрады. Ұрған кезде Алла Тағаланың құдіретімен
жаңағы адам тіріледі. Қараңыздар, күн фаякун деген осы нәрсе. Бол десе Алла тағала бола қалады. Сонда жаңағы адам тұрады да, мені өлтірген пәленше деп айтады. Менің бауырымның баласы дейді. Менің дүниемді алғысы келіп, жаңа мирас мәселесі ғой. Жаңа мирас деген біреудің ана дүниесін иемденіп алу. Мысалы, мирас негізі өзінің баласына қалу керек. Мирастың өзінің нелері бар. Бірақ ол өзінің баласы емес қой, көмектесіп отырған. Сонда жаңағы мені пәленше өлтірді деп, сол қылмыстың барлығын не істейді? Ашып тастайды. Сөйтіп жаңағы қылмыскер ұсталады. Сөйтіп Алла тағала Арман қарта айтады: "Уаиз қаталтум нафсан фаддаратум фиха" дейді. Сендер адамды өлтіріп дейді, ол жөнінде таластыңдар дейді. Жаңа білдіртпеді ғой жаңағы адам. "Уаллаху мухриджум ма кунтум тактумун" дейді. Алла сендердің жасырған нәрселеріңді шындыққа шығарушы дейді. Қараңыздар, жасырды ешкім білмейді деп ойлады, бірақ Алла тағала көруші. Әл-Басир, кез келген адам қандай да бір қылмыс, қиянат, күнә жасайтын болса, "Ма ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид" дейді Алла тағала. Қандай да бір сөз айтылса да, оны аңдып тұрушысы бар дейді. Қараңыздар, ешкім ешқандай нәрсе жасырын қалмайды. Бұл дүниеден құтылса да, бірақ Алланың алдында ол құтыла алмайды. Ендеше залымдар мен қиянатшылар ешқашан естелмейді, құтылмайды. Бірақ сол кезде Алла тағала қиянатшыл залымды ұстап берді. Алла тағала ендеше жасырған нәрсені шығарды дейді. Фақул надрибуху би баъдиха дейді. Сөйтіп жаңағыны ұрыңдар деп айтты. Кадалика юхиллахул маута ва юрикум аятихи лааллакум тағқилун дейді. Сөйтіп осылайша Алла тағала тағы да бір құдіреттілігін көрсетті. Өлгенді қалай тірілеттейтінін Алла тағала сол жерде көрсетті дейді. Лааллакум тағ, бәлкім сендер ойланарсыңдар дейді Алла тағала. Сөйтіп Алла тағала пайғамбар өзінің пайғамбарлығын бекітті. Алла тағала өзінің өлгенді қалай тірілетінін көрсетті. Және жаңа қылмыскер ашылды. Жақсы адамның, ізгі әкенің дұғасы қабыл болды. Ізгі әкенің баласының Алла тағаланың өзі ие болып қалу деген өте үлкен нәрсе екендігін біз білеміз. Біреуге бір баласын тапсырып кетуі мүмкін. Бірақ адам, ол адам ұмытып кетуі мүмкін. Бірақ Алла өзі қорған болса, Алла тағала ол адамды бақытты қылмай қоймайды. Және залымның соңы қандай болатындығын Алла тағала осы сүреде баяндады. Ендеше біз осы сүрелерден жаңа алатын өте үлкен мағыналар мен жаңа ғибраттар бар екенін біз байқасақ болады. Ең бірінші мәселе бұл мұғжиза. Мұғжиза деген ол пайғамбарларға берілетін нәрсе. Екіншісі, Алланың әмірін әртүрлі сұрақпен келемеждемеуіміз керек екен. Алла тағала қалай әмір етті, солай адам орындау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы бір хадисі бар. Сендерден бұрынғы қауымдарды құртқан нәрсе, ол пайғамбарларына қарсы шыққандары дейді. Яғни пайғамбарларға әртүрлі көптеген сұрақтар қойып, сұрақтың астарында мазақтау бар, масқаралау бар. Сондай сұрақтар уахтилафи анбияихим дейді. Өздерінің пайғамбарларына қарсы шығу арқылы олар құрды дейді. Сондықтан да Алланың әмірі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өсиеттерін ешқандай күмәнсіз біз оны түсініп, өзіміздің амалымызға асыруымыз керек. Кейін кез келген зұлымдықтан сақтау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасынан қорқыңдар дейді. Яғни біреуге қиянат жасалса, немесе біреуге зұлымдық жасалса, сол дұға қылатын болса, оның дұғасы қабыл болып кетуі мүмкін. Келесі, жаңағы бұл жерде пайғамбарлармен белгілі бір әдеп болу керек екендігін баян етіп жатыр. Пайғамбарымыз дүниеден өтсе де, пайғамбарға деген әдеп, пайғамбарға деген жаңағы оның сүннеттерін орындау, оның әмірлерін орындау, ол мұсылманның міндеті болып есептенеді. Енді тағы да бұл жерде жаңағы айтылатын нәрсе, жаңағы ізгі ұрпақ мәселесі. Әке шешенің ізгі болуы, ананың, әкенің ізгі болуы міндетті түрде баласына жақсылығына, баласының бақытты болуына себеп болады екен. Тағы бір ескеретін нәрсе, Алла тағала бір қателікті бірден ашпайтындығы жөнінде. Біріне қателестік пе, Алла тағала бір жасырады, екінші қателік екі жасырады, сөйтіп жасыра береді екен. Егерде адам тәубе қылса, Алла тағала оны жасырып, ешкім білмейді, Алла мен екеуінің арасында қалады екен. Бірақ ол үлкен бір жүйеге айналып кетсе,
ол қылмыстың бәрін тоқтата алмаса, сол кезде Алла Тағала бір күні сол қылмысты не істейді екен? Ашып тастайды екен. Алла Тағала ашып тастады ма, ендеше бұл жерде ол тоқтай алмағандығы деп. Сонда расында да мен осы қылмыстан тоқтай алмап едім, Алла Тағала мені ашып тастады деп жаңа мойындаған екен. Сондықтан да адам әрбір жаман істерден алыс болуға, Алла Тағаланың әмір еткен нәрселерін орындауға тырысу керек. Және осындай бізге Алла Тағала жеткізген ендеше қисса, Бақара сүресі, сиырдың оқиғасы осылай баяндалып, осылай жаңа аяқталады. Алла Тағала иншалла баршамызда өзінің ризалығына кенерген мұсылмандардан болуды нәсіп етсін. Алла Тағаланың әміріне бойсынған, тыйған нәрселерінен тыйылған мүминдерден болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар.